Алдамшы сағым. Көпшілік кісілер өздерін бақытсыз сезінеді. Өйткені олар өмірге бұрыс қарап, оны қатесі қабылдайды. Олардың бақытсыздығының себебі сыртқы ахуалдарда және басқа кісілерге емес өздерінде, олардың өмірге жасаған қате мәмілелерінде. Мұндай кісілерде көбіне қашан менде пәлендей нәрселер болады, менде сонда ғана бақытты боламын дейді. Олар қазір өзінде жоқ болып жетпей жатқан нәрсесі, мысалы машина, ақша, байлық, отбасы, жоғары білім, лауазымды қызмет, атақ, даңқ, тағы басқа болғанда ғана бақытты боламыз деп ойлайды. Бұл кісілер шөлде суық жоқ жүріп алыстағы сағымды көріп алып, сол сағымға бара жатқан жолаушы сияқты. Ол бара береді. Ал енді сағым болса алыстай береді. Ақыры оған жете алмай қаны кеуіп өлімге душар болады. Мұндай кісілердің пенденің қалауы шексіз екенін түсінбейді. Жақсы үй туралы қиялданып жүрген кісі ойындағыдай үйге жетісімен онда басқа қалау, мақсат пайда болады да, ол сол мақсатына жетпейінше өзін бақытсыз сезініп жүреді. Сөйтіп бұл өмірінің аяғына дейін жалғаса бермекші. Ең жаман жері, мұндай кісілер ешқашан өздеріндегі бар нәрселер туралы ойланбайды. Олар әрдайым өзінде жоқ нәрселер туралы ойланады. Олар Алла берген нәрселерді бағалап, оларға қуанғанды білмейді. Данышпан кісі, алдын көре білген адам ешқашан мен анау, не мынау көрсем болғанда, не түгендей, не мұндай оқиға болып өткенде ғана бақытты болам деп айтпайды. Ол мен бақыттымын, өйткені менде анау да, мынау да бар деп айтады. Ол шынымен ақ бақытты. Егер Алла оған тағы онда жоқ, бірақ ие болуын қалап жүрген нәрсесін беріп қойса, ол өзін бұдан да бақыттырақ сезінбек. Мұндай кісінің бақытты болуына қандай да бір жақсылықтың кем болуы ешқандай тосқауыл жасамайды. Ол жаратқанға берген нәрсесі үшін разы болып шүкір айтады. Сонда жаратқан оған жаңа жақсылықтарды тарту етеді және оған тағы үлкен нәрселерге жетуге жәрдем береді. Осылайша ол кісі өзін бұрынғыдан да бақыттырақ сезінеді. Бұл кемеңгер кісілердің бақытының сыры. Басқалар да олардың үлгі алса өте жақсы болмақ. Әлбетте менің пейішім менің көкірегімде. Адамның бақыты оның өзінде. Бірақ бұл дүниеде жанындағы бақытты байқамаған мыңдаған кісілер бар. Асықпа, жаратқанның заңы сол. Әрбір нәрсенің өз уақыты бар. Ертең болатын нәрсе бүгін болмайды. Ал енді бүгін болатын нәрсе сөзсіз бүгін болады. Біз көбіне ертең болатын нәрсені ойлаймыз. Біз асығыстық жасап болатын бәлкім мүлдем болмай қалуы мүмкін нәрселерге бастар қатырамыз. Бізді келешекте бір нәрселер күтіп тұрады да, біз ойлап алып, сол нәрселерден қорқамыз. Шындығында ол келешектегі нәрсе болады. Және біз ертең не бір жұмадан кейін бізді не күтіп тұрғанын мүлдем білмейміз. Ал енді бұлай ойлау, күту біздің бақытты болуымызға тосқауыл болып, мұңаюымызға себеп болады. Не үшін біз өзімізге өзіміз жаңа қайғыларды ойлап таба береміз? Не үшін болатын, бәлкім мүлдем болмайтын нәрселерден қорқамыз? Бұл бізге жамандық қана ойлайтын шайтанның сүйген амалдарының бірі. Құранда Алла былай деп айтады: шайтан сендерге кедейлікті уәде қылады. Яғни ол біздің жаңа дүниемізге ойша мұңаюды кіргізіп, жаратқанға сыйынудан және оған мойынсұнудан қалдырып, біздің иманымызды әлсіретіп, күнәға шақырып, кедейлікпен және басқа бәле кесапаттармен қорқытады. Енді ол сол ұмтылған нәрсесіне жетпей қалсын. Егер бүгін жаратқанның қалауымен бізде барлығы өз орнында болса, онда ертең де бұл жақсы жағдай бізді тастап кетпейді деген үмітке негіз бар. Алла тағала былай деп уәде қылған: егер шүкірлік етсеңдер, нығметімді арттырамын. Демек бізге берілген нәрселер үшін ризалық білдіріп, жаратқанға тәуекел етіп, одан жәрдем, қорғау, кешірім, жақсылық, денсаулық тағы басқа сұрап, және біздің дұғаларымызды жауапсыз қалдырмайды үміт етуіміз керек.
біз ақыл-есімізді әрқандай ұнамсыз нәрселермен толтырып аламыз. Оның орнына шынында маңызды болған, бізге және басқаларға бақытты болуға жәрдем беретін, өзімізге және айналамызға пайда алып келетін нәрселерді туралы ойлансақ жақсы болмақ. Біз шынайы, тура және ғажайып, жақсы және нұрлы, пайдалы және мағыналы нәрселермен жұмсайтын рухани күштеріміз болмаған нәрселерге жұмсап жатырмыз.